Қайырлы күн баршаңызға, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте дәмді болып шығатын шоколадты творожный пирог дайындайтын боламыз. Керекті ингредиенттердің тізімін осы видеоның астына жазып қалдыратын боламын. Ең алдымен бөлме температурасындағы жұмсақ сары майымызға қантымызды қосып, лопатканың көмегімен жақсылап араластырып алатын боламыз. Қаймақ қосып, тағы да араластырамыз. Еліктен өткізген ұнымызды саламыз, разрыхитель қосамыз, какао саламыз, барлығын жақсылап араластырамыз. Қолмен араластырсаңыздар да болады. Қолға жабыспайтын жұмсақ қамыр илеп аламыз. Видеода көрсетілгендей қамырымыздың кішкене бөлігін тоңазытқышқа салып қоятын боламыз. Ал енді пирогымыздың салмасын дайындайтын боламыз. Творогымызға жұмыртқа саламыз, қант саламыз, қаймақ қосамыз, крахмал саламыз. Барлығын жақсылап араластыратын боламыз. Біркелкі масса болғанша блендердің көмегімен, блендер болмаса шанышқының көмегімен араластырсаңыздар да болады. Қамырымыздың үлкен бөлігін формамызға жайып шығатын боламыз. Менің формамның диаметрі 24 см. Барлығын біркелкі тегістей қылып жайып шығамыз, және де жандарына бортик жасауды ұмытпаймыз. Дайындап алған қамырымыздың бетіне салмасын салатын боламыз. Салмамызды тегістеп жайып шығатын боламыз. Тоңазытқышқа қатырып қойған қамырымыздың екінші бөлігін үккіштен өткізіп шығатын боламыз пирогымыздың бетіне. Барлығын үккіштен өткізіп болғаннан соң видеода көрсетілгендей жайып шығатын боламыз. Алдын ала қызып тұрған пеште 180 градуста 35-40 минуттай пісіріп алатын боламыз. Мінекей біздің пирогымыз дайын болды. Өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер, ас болсын.